1998 жылы әдебиет саласында Нобель сыйлығын алған атақты португал жазушысы Жозе Сарамагонның «Соқырлық» деген шығармасы бар. Шығарманың қысқаша мазмұны аты жоқ алыс қалада ақкөз эпидемиясы жүреді, яғни адамдар соқыр бола бастайды. Бірақ көздері қараңғылыққа батпай, сүттей ақшылтым сәулені ғана көреді. Мемлекетте паника. Дереу соқырларды ескі жындыхананың ғимаратына карантинге жабады. Жазушы сол карантинге жабылған соқырлардың ол жерді қалай хаосқа айналдырғанын шығарма арқауына өзек еткен. Мәселен, карантиндегілердің бірі туалетке шыққысы келеді. Соқыр көзі көрмейді, жетекке алар ешкімі жоқ. Сосын қасында жатқанның бәрінің өзі сияқты көзі көрмейтіндігі есіне түседі. Сөйтеді деп бірнеше қадам жүреді де қажетін өтей салады. Артынан басқалардың да дәретханаға шыққылары келеді. Олар енді әлгі бірінші адамның тындырып кеткен тірлігінің есіне қарай жақындайды. Солай жалғаса береді. Біраз уақытта әлгі жердің қандай әжетханаға айналғанын сезініп отырған шығарсыздар. Бұл неге есіме түсті? Кейде дүкеннің алдына келіп адамдарға қарап тұрамын. Біреу шылым шегеді, сөйтеді де кіреберіске аяқ астына тастай салады. Артынан басқасы келіп шегеді, ол тастайды. Содан кейін келгендері әлгі жерді арнайы шылым шегетін жер деп қабылдап, кәдімгі қоқысқа айналдыра бастайды. Қоғамдық психология, тобырлық сана. Шылымын жай шекпей, қақырынып түкірініп тұратындар бар. Сонымен тап-таза орын қоқыс алаңына айналады да шығады. Балконда тұрып темекі тұқылын төменге тастай беретін адамдар көп. Дүкеннің, подъездің алдына кейде тіпті басымызға да түсіп жатады. Күнде басып жүрген қара жерде ақысы кеткендей қоқысын бұрқыратып шашып жүре беретін адамдар да өте көп. Қарасаң бәрі соқыр емес сияқты. Олар ақкөз болғанымен көз ашық адамдар да бар ғой.